Ең бірінші бұл съезде Алашорда үкіметінің негізі қаланды. Орталығы Семей қаласы болып бекітілді. Бөкей елінен бастап Жетісу, Ферғана және Амудария бөлігіндегі қазақ уездері, Каспий өңірі мен Алтай губерниясындағы іргелес облыстардың бәрі қазақ-қырғыз автономиясының құрамына кірді. Қазба байлықтардың бәрі Алаштың мүлкі болсын, барлығының құқығы бірдей және елдегі тыныштықты күзететін уақытша ұлттық кеңес құрылсын деген қаулы шықты. Мұның атауы Алашорда болып бекітілді. Алаш автономиясының үкіметі Алашорданың төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Екінші жалпы қазақ съезі милиция жасақтарын құру мәселесін жан-жақталдап, оның Алаш автономиясына кіретін әрбір облыс пен уездегі санын анықтап, оларды соғыс өнеріне үйретумен қажетті қару және киім-кешекпен қамтамасыз ету жолдарын айқындады. Екінші жалпы қазақ съезінің делегаты Әлімхан Ермеков бұл туралы желтоқсанның 12 күні түс ауа сағат 3-те Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шашылып жүрген қырғыз қазақ жұрты өз алдына ауыл болды деп жазды Сарыарқа газетіне. Қазақ автономиялық мемлекетін құруда съез делегаттары бірауыздылық танытқанмен ресми жариялау кезінде алауыздыққа жол берді. Әлихан Бөкейханов өлкені мекендеген басқа да халықтардың көзқарасын білу мақсатында автономияны жариялауды кідірте тұруды сұраса, Бөкей ордасынан келген Жақанша Досмұхамедов автономияны дереу жариялау керектігін айтты. Бірнеше облыстар автономияға қосылмағанымен ортақ келісімге келіп, екінші съездің қаулысы күшінде қалды. Осы күннен бастап ресми түрде Алаш автономиясы деп жазылатын болды. Міржақып Дулатов баяндама жасап, қазақ даласындағы басты мәселелерді тілге тиек етті. Кітап шығару, мектеп ашу, тіл мәселесі көтерілді. Арада ғасырға жуық уақыт өтсе де, Алашордашылар көтерген мәселелер әлі күнге